Қайырлы күн. Біздер әкім келді. Қазір қоғамдық мында бастайын деп жатырмық. Дауысымыз естіліп тұр ғой да? Зумда отырғанда. иә, естіліп тұр. Хорошо, онда рұқсат болса бастай берейік. Бастайық. Құрметті қонақтар және жергілікті тұрғындар, әріптестер және бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Менің есімім Аупатиева Гүлжат Төлегеновна, Алмалы ауылдық округ әкімінің аппаратының әкімі болып табылам. Бүгінгі кезекте қоғамдық тыңдауда Атырау облысы Махамбет ауданы Бейбарыс ауылы мекенжайында орналасқан қуаттылығы жылына 5.000 тонна ет болатын бройлер бағытындағы құс фабрикасы жобасы бойынша қоршаған ортаға ықтимал әсерлері жобасы талқылануға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына, Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тапсырыс беруші Атырау Чекин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Жиналыста бастамас бұрын қоғамдық тыңдаудың қатысушысын сайлап өтсек. Қалай қарайсыздар? Қарсы емеспіз. Қарсы емессіздер ғой. Қатысушы ретінде Наурызбай Берлан Экостандарт мекемесінің бас маманы ұсынылады. Қарсылық жоқ қой? Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда бір ауыздан сайланды. Тыңдалымды бастамас бұрын тыңдалым регламентін бекітіп алуымыз қажет. Бірінші негізгі жоба бойынша баяндамашыға 20-25 минут. Баяндаманы бөлмей, сұрақтар баяндама айтылғаннан кейін қойылады. Келісіп алайық. Содан соң қатысушылар тарапынан сұрақтар қойылады. Сұрақтарға рет-ретімен жауап беріп отырамыз. Ендеше алғашқы сөзді баяндамашыларға, яғни жобалаушы Исмағамбетова Сәуле Экостандарт мекемесінің эколог Буранова Гүлмираға берейік. Здравствуйте, уже зовут человек. Я проектировщик на этом объекте. В объем данного проекта входит рассмотрение производства на 2 земельных участках. Первый земельный участок 81 га, второй земельный участок 100 га. На 81 га у нас разворачиваются основные производственные процессы. И этот земельный участок расположен от населенного пункта Алмалы на расстоянии 4,7 километров. Расположение зданий, которые мы распределили по земельному участку 81 га, оно соответствует всем технологическим и производственным нормам. На земельном участке расположено 12 птицецехов для содержания бройлеров. Расположен также инкубатор, это как родильный дом для птичек. Расположена АБК, это административно-бытовой корпус для работников птицефабрики, для проживания и быта работников птицефабрики. Также расположен кормоцех, расположена насосная станция 2-го подъема, которая ведет очистку, производит очистку вод, которые приходят к нам по 2 линиям водопровода диаметром 160 мм с реки Урал. На реке Урал, на берегу реки Урал, выше Алмалов, севернее Алмалов, расположена у нас насосная станция 1-го подъема, которую мы запроектировали еще в 2015 году. И птицефабрика спроектирована так, чтобы вся вода, которая будет использоваться на производственные и бытовые нужды, она использовалась независимо от Алмалов. Населенный пункт Алмалов как бы имеет свою насосную станцию, мы имеем свою насосную станцию, и потребление у нас идет в течение суток 800 кубических метров воды, которую мы сами очищаем. И сами также используем на производственные нужды, и после использования на производственных нуждах
мы ее очищаем в своей насосной канализационной станции. Также на земельном участке у нас имеется убойный цех, где производится после выращивания птицы производится убиение птицы, потрошение ее, и к производственному цеху у нас прирощен еще цех воинских отходов, где производится полностью утилизация, и все утилизированные отходы с птицефабрики, они производятся в мясокостную муку. В дальнейшем мясокостная мука у нас используется вместе с испражнениями птиц, вместе с пометом куриным и сеном, который используется для подстилки. Мы всю эту мясокостную муку дальше вывозим на земельный участок 100 га. На территории участка 100 га у нас запроектированы 4 пруда-испарителя. Это пруды, которые собирают воду, очищенную уже с производственных нужд птицефабрики, очищенную через канализационную очистную станцию, и собираются в эти 4 пруда. Эти 4 пруда, они сообщающиеся между собой. В дальнейшем возле этих прудов расположена еще у нас насосная станция, и при помощи этой насосной станции все воды распределяются при помощи внутрипочвенного капельного полива, распределяются по территории 100 га. На этих 100 га мы будем выращивать пшеницу, кукурузу, ячмень. Это все корма, люцерну. Эти все корма будут в дальнейшем еще использоваться для той же самой курицы. Сале, спасибо. Давайте дальше дадим слово нашему экологу Гульмира Буранова. Экология бойынша докладты Буранова Гульмира таныстырады. Рахмет. Атырау облысы Махамбет ауданы Бейбарыс ауылдық округіне қарасты Бейбарыс ауыл мекенжайында орналасқан қуаттылығы жылына 5 мың тонна ет болатын бойлер бағытындағы құс фабрикасы бойынша жобасына қоршаған ортаға ықтимал әсерді бағалау проектісі. Яғни алаңның әкімшілік орналасқан жеріне келетін болсақ, қарастырып отырған нысан Махамбет ауданы Бейбарыс ауылдық округіне орналасқан. Бройлер бағытындағы тауық циклді құс фабрикасының жобасы аяғында тек 2 жер телімі қарастырылды. Нысанға ең жақын орналасқан жер Алмалы ауданы, ара қашықтығы 4,75 километрді құрайды. Ал ең жақын орналасқан су аймағы Жайық өзені 6,2 километрді құрайды. Құрылыс кезінде атмосфералық ауаға әсері 21 стационарлық көз бар, оның ішінде 4 ұйымдастырылған және 17 ұйымдастырылмаған. Құрылыс алаңда есептік деректер бойынша атмосфералық ауа стационарлық ластану көздерінің шығындыларына келетін болсақ, 2025 жылы 8,3 тоннаны құрайтын болса, 2026 жылы 15,701 тоннаны құрайды. 2027 жылы шығындылар 6,8 тоннаны құрайды. Құрылыс монтаждау кезінде атмосфералық ластауыш көздеріне келетін болсақ, ол дизель электростанция, компрессор, дәнекерлеу агрегаты, битумды қазандықтар, топырақтар, үйір топырақты қайта толтыру, инертті материалдар және тағы басқаларын кестеден көруіңізге болады. 2025-27 жылдарға арналған құрылыс монтаждау кезінде ластауыш заттардың тізіміне келетін болсақ, темір оксиді, марганец және оның қосылыстары, қалай оксиді, қорғасын, азот диоксиді, азот оксиді, көміртек, күкіртек диоксиді, көміртек тоз және тағы басқалары жатады. Пайдалану кезінде, яғни эксплуатация кезінде атмосфералық әсерге 42 стационарлық көз, оның ішінде 38 ұйымдастырылған, 3 ұйымдастырылмаған. Құрылыс алаңында есептік деректер бойынша атмосфералық ауаға стационарлық ластану көздерінің шығындылары 3,65 грамм секунд құрайтын болса, 77,3 тоннаны құрайтын болады. Пайдалану кезінде, яғни эксплуатация кезінде атмосфералық ластану көздеріне келетін болса, бірінші алаң күз қорасы, газды бошын электростанция, ауыл жылытқыш, 750 киловатт газ қондырғысы, 750-100 киловатт газ қондырғысы, инсинератор, дизельді генератор, азықтық бюро, астықты сақтау, ГРПШ, қоқыс сақтау қоймасы. Пайдалану кезінде ластауыш заттардың тізбесін келесі кестеде көруге болады. Санитарлық қорғау аймағына келетін болсақ, санитарлық қорғау аймақ 2022 жылы 11 тармағының
Қазақстан Республикасының ДСМ 2 санитарлық ережелерінің талаптарына сәйкес 10-ші бөлім 40-ші тармақ 4-ші тармақ құс фабрикасының негізгі мақсаты бойлер құстарын өндіру жылына 3.185.000 тонна бас құрайтын өнеркәсіп бірінші санатқа жатады. Бірінші санатқа жататын қауіпті сынамыз объектілері жердің 40%-ін жасыл желекке отырғызу керек. Қазақстан құрылыс монтаждау кезінде атмосфералық ауа ластау жағымсыз әсер азайту жөнінде іс-шараларға келетін болсақ, бірінші сумен жанды учаскелерді басу, ақаусыз шығару жүйесінің бар техниканы пайдалану, ауа райын ескере отырып жұмысты жоспарлау, бос тұрған кезде техникалық жұмыс уақытын азайту немесе өшіріп тастау. Пайдалану кезінде атмосфералық ауаға жағымсыз әсерді азайту жөнінде іс-шараларға келетін болсақ, желдету жүйелеріндегі ауаны тарату сүзгішін орнату, санитарлық аймақта жұмыс киімдерін шешу және сақтау, душ және киім ауыстыратын бөлмелер ұйымдастыру, келесі орнату және техникалық қызмет көрсететін дизбарлер дөңгелектер үшін ерітінді жүйелер түрі ауыстыру, ластау сақтау шығындарын мониторингі, аумақты көгалдандыру. Құрылыс монтаждау кезінде су тұтыну және су бұру, ауыз су қажеттілігі үшін алаңда бөтелкелер су жеткізілу қарастырылған және техникалық су пайдаланылады. Суды жеткізу мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық нормалау жүйесінің құжаттарына сәйкес автокөлік, яғни автоцистернамен жүзеге асырылады. Әкелінетін су ғимаратта немесе шатырдың астында қатты жабыны бар алаңда орналастырылған сыйымдылықта немесе ыдыста сақталады. Пайдалануда суды тұтыну және суды бұру. Сумен жабдықтау. Ауданы 81 гектар номер 1 участка сумен жабдықтау Жайық өзенінің жағасында орналасқан номер 1 көтеру станциясы 81 гектар участка баласу екінші көтеру сорғы станциясына дейін Д-160 мм су құбыры желісінің 2 желісімен жүзеге асырылады. Сыртқы өрт сөндіру жобаланған 11 км қашықта орналасқан қолданылатын өрт сөндіру депосының жылжымалы өрт сөндіру техникасы жүзеге асырылады. Ауданы 100 гектар номер 2 учасканың канализация тазарту қондырғысынан өткен сумен кері қамтамасыз етеді. Су бұру. Тазартудан өткен тазалатылған шаруашылық тұрмыстық зақымды сулар канализация тазарту қондырғысын болдырғыш тоғандарында жиналады. Содан кейін сорған станциясы көмегімен су егістік алқаптарына жер қойнауы арқылы суару үшін пайдаланылады. Келесі су объектінің әсер төмендету бойынша ұсынылған іс-шаралар. Біріншісі жинақтау жүйесін ұйымдастыру, тазартудан кейін суды қайта пайдалану, автокөліктерге арнайы бөлінген орындарды қызмет көрсету және жөндеу, келесі су объектінің және ашық және қалдықтарды ерітіндісінің майларын төгіндеу болдырмау, техника мен қазандар герметикалық бақылау. Келесі өндіріс және түтін қалдықтарын пайдалану кезінде бұл жерде бізде қауіпті және қауіпсіз қалдықтар пайдалануға және қауіпті емес қалдықтар, қауіпті тұрмыстық қалдықтар, медициналық қалдықтар, асхана қалдықтары, қатты тұрмыстық қалдықтар және медициналық қалдықтар шарт бойынша әкелінетін болады. Асхана қалдықтары одан әрі қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін пайдаланылады. Яғни өндіріс кезінде 36,368 тонна құрайтын болады. Қауіпті қалдықтар өсіру цехының көңі, лай, май ұстағыш қалдықтар, канализация қалдықтары, био қалдықтар, инсинератордан қалған қалдықтар 7224,29 тоннаны құрайтын болады. Топырақ жамылғысын қорғау және қалдықтарды басқару бойынша ұсыныстар мен шара қалдықтарды жүктелу қалдықтарды түрлері бойынша бөлек жинау, яғни сұрыптау қалдықтарды тиісті лицензиясы бар мамандырылған рұқсаты бар кәсіпорындар уақытылы беру, материалдарды олатымды пайдалану, төгілген жағдайда ластаған жерлерді тазарту, қалдықтарды компостау. Әлеуметтік экономикалық ортақ әсерді бағалау, халықтың еңбекпен қамтамасыз қамтылуын арттыру, қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру, өңірінің экономикалық өсу мен дамуын қарастыру. Бізде онда экспертиза тапсырған кезде бізде мұндай департамент экологиядан және министерстводан сұрақтар келеді. Департамент экологиядан 15 шақты сұрақ, министерстводан 22 сұрақ келді. Бұның бәрін осы қоғам тыңдауды айтуым керек. Біріншісі Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі геология комитетінен сұрақтар ұсынылған жоқ. Табиғат ресурстары және табиғи пайдалану басқармасы Атырау облысы бойынша сұрақтар ұсынылған жоқ. Атырау санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінен ұсынылған жоқ. Қазақстан Республикасы орман шаруашылығы мен жануар дүниесі комитетінен ұсынылған жоқ. Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігі ұсынылған жоқ. Келесі 6-шы пункт Атырау облысы бойынша департамент экологиядан сұрақтары.
Бірінші, ұсынылған ықтимал мәселелер туралы есеп жобасы Қазақстан Республикасы экологиялық және табиғи ресурстар министрлігінің 2025 жылғы 30 шілдедегі номер 280 бұйрығымен нұсқалық бекітілген экологиялық бақылау ұйымдастыру және жүргізу жөнінде нұсқаулықта екі қосымша сәйкес келуі тиіс. Қалғаны екінші, құс жеміне арналған дақылдан өсіру кезінде Атырау облысының климатын ескерту қажет, өйткені құрылыс аудандар аумағы оларға тән топырақ өсімдіктер белестен басқасы құрғақ теңіз жағалауынан көшкілдер аумағы кіреді. Есебінен көрсетілген дақылдарды өсіру әдісі көрсету қажет, сондай-ақ дақылдарды суару санын көбейтіңіз дейді. Қалғаны үшінші, ықтимал мәселелер туралы есеп жобасында пайдаланған кезінде Қазақстан Республикасының экологиялық және табиғи ресурстарын 2025 жылы 10 наурыздағы номер 60 бұйрығымен бекітілген қоршаған ортаны немесе пәтер қорғау әдісі 15-ші қосымша сәйкес су тұтыну және су бұру кестесін ұсыну қажет. Суару кезінде суды тұтыну көлемін көрсету керек. Қалғаны қоршаған ортаны қорғау есебінде өрт сөндіру қажеттіліктері үшін пайдаланылған су көзі туралы ақпарат жоқ. Өртке қарсы мақсаттар үшін сумен жабдықтау көзін көрсету қажет. Қалғаны бесінші, жер үсті және жер асты суларын пайдаланған жағдай Қазақстан су кодексінің 66 бабына сәйкес бассейн инспекция арнайы су пайдалану рұқсат беру қажет. Сондай-ақ арнайы су пайдалануға арналған рұқсаттар бірінші бөлігіне сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын көрсеткен тізбеге және Қазақстан Республикасы су кодексінің 125 бабына сәйкес аймақта қандай да бір жұмыстар жүргізген жағдайда су объектілерін су қорғау аймақтары мен белгіленген қажетті құжаттар сәйкес ресімделуі тиіс. Қалғаны алтыншысы, жоспарланған қызмет түрі туралы өтініште өнімділігі тәулігіне 800 метр куб құрайтын кәріз су тазарту қондырғысы салу көзделгені көрсетілген. Тазарту әдісі биологиялық тазарту әдісімен қарастырылған. Осыған байланысты жобаның бастамашы кодексінің 222 бабының 3 тармағына сәйкес жобаланған ағынды суларды жинақтаушы буландыру жер қойнауы мен жер асты суларын ластаушы заттардың енуін болдырмай сүзгіге қарсы экранмен жабдықтау тиіс. Қалғанда осыған байланысты жобаның бастамашы экологиялық заңымен талаптарын сақтауы және ескерту тиіс. Келесі, ықтимал мәселелер туралы есебінде пайдалану кезінде арналған номері 0037 көзі инсинератор маркасы көрсетілмеген дейді. Қалғанда сегізінші, Қазақстан Республикасы экология кодексінің 320 бабы 2 тармағы талаптарына сәйкес қажет қалдықтарды жинақтау орындары қалдықтарды жинау күніне дейін мерзіміне дейін немесе осы қалдықтарды қалпына келтіру немесе жою жөндеу операция ұшырайтын объектілер дербес әкетуге арналған. Сондай-ақ инсинератордың нөмірі маркасын және сондай-ақ қуаттылығын көрсету қажет. Осыған байланысты алаңдағы қатты негіз бетон болу қажет. Қалдықтар жинауға арналған контейнер орнату керек. Сыртынан шығарылатын қалдықтардың қол қойылған атаулары орнату қажет. Қалдықтарды уақытша сақтау орны мен мерзімі негізгі контейнерлердің санын көрсету қажет. Алайда 9 кодекске 4 тармақсыз бөлімше табиғи ресурстар пайдалану кезінде биологиялық таза су үнемдеу, топырақ қорғау технологиялары мен мелиорация іс-шараларын енгізу, қалдықтарды аз технологиялық қолдау ластау шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларды азайту қамтамасыз ететін озық технология және технология шешімдер жетілдіру көзделсін дейді. Қалғаны 36 баптың 336 баптың 1 тармағына сәйкес кәсіпкер субъектінің қалдықтар қайта өңдеу саласынан кәдеге жату және жою жөнінде қала жұмыстары орындау үшін рұқсаттар мен хабарлама туралы Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес қызметі тиісті кіші түрі бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызметкерлер көрсету лицензиясы алуға міндетті. Қалғанда 10 есепке берілген қызметті ескере отырып табиғат қорғау іс-шаралары кеңейту және нақтылау қажет. Қалғаны 12-ші, атырау шеккен құрылыс жұмыстары кезінде атмосфера ластаушы заттардың шығындарын азайту мақсатында мыналар көзделуі қажет. Яғни автомобиль жолын доңғалақтар және тағыз тозаңдар және топырақ ресурстарын қорғау болдырмау шаң басуды ұйымдастыратын жолдарды қарастыру немесе топыраққа төмен қысымды арнайы шиналар пайдалану қажет. Сонымен қатар жер жұмыстарын орнату кезінде шаңды басу шаралары қарастырылды. Шаң басатын беттерде суару тәсілімен шаң басуды ұйымдастыру. 13-ші, экологиялық кодексінің 4 тармақшасына сәйкес әкімшілік аумақтық бекітілген аумақтық көгалдандыру кәсіпорындары аумақтық ауруханалар мектептер балаларын мекеменің айналасында және босатылған аумақта шөлейтте және басқа да қолайсыз экологиялық факторларға бейім жерлерде жасыл желекте еспелер алаңды ұлғайту. Оның проектте қарастырып 40%-ке дейін көгалдандыру. 14-ші баптың 1 тармағына сәйкес ықтимал әсер туралы есептің жобасы бастамашы қоршаған ортаны қорғау саласының уәкілетті орган
бастаганга дейин немесе онун сапасына багалоо жөнүндөгү процесстин коомдук тыңдоо чыгаруу тиеш. Коомдук тыңдоо борбосу бакка және кошон ортон коргоо саласында өкүлүктүү орган бекиткен коомдук тыңдоолорду өткөзүү кагыйдаларына коомдук тыңдоо өткөзүү кагыйдаларына сайкес өткөзүү тиеш. Калганда 15 кодекс 77 бабына сайкес ыктымал эсеп тууралуу эсепти кураштыруушу бастамашы коршогон ортонун әсери тууралуу алынган маалимат жасырын және кошон ортого әсерин багалоо жүргүзүү кезинде дәйексиз маалиматтер берген үчүн Казакстан Республика кодексинин заңдарына сайкес жауаптылыкка болот. Келесі экология реттөө министрлигинен келген сурактарга келип болсак, биринчisi инсинератордун директер монтаж жагылатын калдыктардын түрлөрү менен көлөмүн көрсөтүңүз, кондурганын паспортун ұсыныңыз. Келесі ауыз суу дайындоого шаруашылык ауыз суу кажеттүүлүгүн көрсөтүндүрүү, жасыл желектер суларга суу тұтыну көлемин көрсөтүңүз, есептөөлөрү менен. Алдында үшүнчү экология кодексинин 39 бабына сайкес чыгарымдарды көздөр боюнча және жылдар боюнча көрсөтүү. Алдында Казгидрометтин справкасын салсын дейді. Қалғанда бесінші есеп экологиялық бағалау жүргізу жөніндегі нұсқаулар сәйкес келмейді, сәйкестендірілді. Қалғанда объектінің санитар қорғау аймағының аумағында көгалдану жөнінде ақпарат көрсету талаптарын ескертіңіз. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылы 10 жылда КРД санитарлық бұйрығы бекітілген адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілерін санитар қорғау аймақтарына қойылған санитарлық эпидемиялық талаптарын деген санитар ережелерді есепке алыңыз дейді. Қалғаны жетінші барлық жақын тұрған үй массивтері мен оралға дейін қашықтықты көрсетіңіз. Су объектілерін көрсеткен сапалы карта схема қамтамасыз етіңіз дейді. Қалғаны сен жануар әлеміне теріс әсерді болдырмау мақсатында жануар дүниесінің объектінің тіршілік ету ортасын және көбею жағдайларын көші-қон жолдары мен жануарлардың шоғырлануын сақтау жөнінде іс-шаралар көрсету және Қазақстан Республикасының заңының 70 бабының 2 тармағына сәйкес және заңды тұлғалар өсімдіктер мен жануарлар сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғау жөнінде шаралар қолдану міндетті қалады. 9-шы жобалық шешімде жоғарыда айтылған мемлекеттік органдар жануар дүниесін қорғау иесін оңайту және пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңының 17 бабының талаптарына сәйкес келісу қажет хат келісім беру қалданды. 10-шы есеп материалмен әсер ету көрсеткіштерін көрсетілген әртүрлі әсер ету көздерін табиғи ортаның жекелеген командирін әсер етудің кешенді бағасын көрсету мәліметтер толықтыру қажет қалданды. Жоба материалдардың құрамында ықтимал әсерді туралы есепті дайындау кезінде қамту саласын қайқыну жөнінде қорытынды сәйкес талаптар орындауға бағытталған шаралар жоқ есепке алыңыз деп қалғаны. Келесі Қазақстан Республикасының су кодексінің және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасының кодексін көрсеткен жағдайда қоспағанда ауыз сумен және шаруашылық ауыз сумен жабдықтау байланысты емес қажеттілігі үшін ауыз су сапасындағы жерасты сулары пайдалану жол берілмейді. Қалғанда 15-ші қалдықтарды кәдеге жаратқанға дейін сақтау орны сондай қалдықтарды орналастыру орындарын гидро оқшаулауын көрсету қалданды. 16 қалдықтары бойынша толық ақпарат беру түрлері саны жылдары бойынша қауіптілік шектемесі жинақтау көму бөгде ұйымдарға беру кестесі толықтыру керек дейді. Қалданды. 17 кодекске төтенше іс-шаралар сондай-ақ қоршаған ортаға қолайсыз әсер ықтимал нысандарын алдын алу, болдырмау және азайту, сондай-ақ оның зарарттарын жою ұсынылған шаралар енгізу. Оның ішінде атмосфералық ауаны қорғау, су экожүйесін әсер жүйелі қорғау, су объектілерін қорғау, жерді қорғау, жануар мен өсімдіктер дүниесін қорғау, радиация, биология, химиялық қауіпсіздік басқару жүйелерін және ең жас қауіпсіздік технологияларды енгізу. 18 құс фабрикасының техникалық және технологиялық процесін толығымен белгілеңіз. Қалғанда 19 атмосфералық ауаны жануар мен өсімдіктер әлемін қорғау жөнінде іс-шаралары жоқ, толықтыру. Қалғанда 20 кодексінің 36 бабына сәйкес қауіпті қалдықтар болған жағдайда қауіпті қалдықтар қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату, жою жөнінде жұмыстар орындау, айналасы мамандырған лицензиясы бар мекемеге тапсыру қажет. Қалғанда 21 кодексінің 327 бабына сәйкес қалдықтарды басқару жөнінде тиісті операция адамдардың өміріне және денсаулығына зиян келтіру, экологиялық залал келтіру қаупін туғызбайтын және атап айтқанда онсыз орындау қажет. Бірінші су, оның ішінде жер асты, атмосфералық топырақ, жануар мен өсімдіктер дүниесі үшін. Екінші ландшафттар және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар теріс әсер ету.
Бұл ретте 329-300 бабының бірінші тармағына сәйкес қалдықтар пайда болуын болдырмау жөніндегі шаралар иерархиясын қағидаларын ескеру қажет. Қабылданды. 22-ші сұрақ. Жоспарланған қызметті бір және одан да көп әкімшілік аумақтық бірліктермен облыс аумағына әсер ету мүмкіндігі құжаттар бойынша қоғам тыңдалуын орындау әрбір әкімшілік аумақтық объектілер біліктілеген аумағының оның ішінде егер бұл республика аумағы қосылған болса және егер бірнеше облыстық республикалық маңызы бар қалалық және астаналық жақсы. Так, үшінші, егер бірнеше аудандық аумағы бар әсер етсе әр ауданда, төртінші, егер бірнеше аудандық селолық округ континентте, яғни біздер өзіміздің ауылдық округте непосредственно өткізіп жатыр. Келесі 20-ші кодекстің 77-ші бабына сәйкес ықтимал әсер туралы есептің құрастырушы бастамашы Қазақстан Республикасының заңдарына көзделген қоршаған ортаға әсер туралы алынған мәліметтер жасырын және қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізу кезінде анық емес мәліметтер ұсынған үшін жауапты болады. Менде презентация бойынша және сұрақтар бойынша осы. Сұрақтарымыз болса қойғауға. Сұрақтар бар ма? Сұрақтар бар ма? Сұрақ жоқ та? Сұрақ жоқ. Онлайн қатысқандардан. Онлайн қатысқандар сұрақ бар ма екен? Онлайн қатысқандардан сұрақтар жоқ. Әкімнен сұрақтар болса, әкім сұрақ қояды. 12 база. 12 база, да? 12 база орналасады, жақсы. Енді бана сыртынан көрсетіңіз ғой. Сыртынан картасын көрсете қойсыз ба? Түгел тұрған, мына жерде 12 база орналасады дедіңіздер. Өткенде барып қарап кеттім. Судың банаға жайықтан тартатын жөнінен. Осы жерде айта кетейік, кеше біздерде қалада жиналыс болды. Сол кезде осы су жөнінен айтып жатыр. Суды жайықтан алған кезде неге отырасыздар ғой? Доғырға отырасыздар ғой. Осыны айтып жатқан, сол сіздерге ескертіп жатқан. Бассейнмен, Каспий бассейнмен сол неге келісім жаққа отырасыздар ғой. Келесі, енді 12 банаға зданияларыңызды орналасқан жерін, нелеріңізді, банаға жұмысқа басатын нелеріңізді бәрін көріп кеттік. Болашақта біздің халқымызды енді жұмысқа орналасатын болса, аласыздар ғой. Енді сіздерге бір сұрақ, мына көгалдандыру жөнінен сұрақ қойғым келіп отыр. Енді мына үлкен цехты ашқалы жатырсыздар, айналасы көгалдандырып тұрса, иіс болмайды, және бір жағынан банаға ауасын өзгерте тұрады деген бағытпен сіздерге сұрақ қойғалы отырмын. Реті келсе көгалдандырсаңыздар айналасын. Әсіресе бұл білесіздер, бұл не жақта жеміс ағаштарын ексе жақсы шығады. Себебі сіздердің тыңайтқыштарыңыз өте жақсы. Көгалдандыру бойынша бұл жұмыстар бізде жобамыз бойынша қарастырылған. Бұл жерде екі жер телімі бар. Біреуі 100 гектар, екіншісі 81 гектар бана айтылғандай. Соларда әрбір жер телімінде бөлек-бөлек айналасынан талдар егіледі. Сол жобамыз бойынша қарастырылған. Сонымен қатар 100 гектар жерде арпа, бидай, тағы басқа дәнді дақылдар егіледі. Олар кейін құс азығы ретінде қолданылады. Осы мен сұрағым. Ал енді сұрақтарыңыз жоқ болса, осы немізді қоғамдық тыңдауымызды аяқтағалы отырмыз. Баршаңызға келген ауыл тұрғындары рахмет. Амандықта, жақсылықта кездесейік.